Баршаңызға сәлем. Бүгін мен жасанды интеллект арқылы топқа бөлудің және де кері байланыс жасаудың оңай әдісін көрсетемін. Ол үшін Google-ға кіріп, Ginzy деп жазасыз. Міндетті түрде сілтемесін видеоның астына қалдыратын боламын, және бірінші ашылған сілтемеден өтіп Start Ginzy дегенді басасыз. Сізде осындай ақ тақта пайда болады. Топқа бөлу кезінде астындағы Tools деген батырманы басып, Paddy Picker деген батырмадан өтіп, мына жердегі бос орынға оқушыларыңыздың аты жөнін жазасыз. Мен алдын ала осылай дайындап қойдым, копировать етемін және де осы бос орынға вставить етіп қоямын. Және мына жерде 2 деп және плюс батырмасы тұр. Яғни бір топта сізде қанша оқушы болу керек, сонша санды қоясыз. Маған мысалға бір топта 3 оқушы болу керек. Және астында monsters, objects деп 2 түрі берілген. Мен өзіме объект деп таңдаймын да сейфті басамын. Әрі қарай менде бірінші оқушының есімі шығып тұр. Алғашқы 2 суретті ашқан кезде менде бір топта 3 оқушы пайда болады. Яғни оқушылардың есімдері осы суреттердің астынан шығатын болады. Осылайша өте оңай әдіспен сыныбыңызды топқа бөле аласыз. Дәл осы Ginzy платформасында бағдаршам кері байланыс әдісін қолдануға болады. Ең алдымен ақ фонды мен басқа фонға ауыстырғым келіп тұр. Ол үшін астындағы медиа батырмасын басып, мына жердегі поисқа тақтаның ағылшыншасын жазамын. Өзіңізге қажетті суреттің ағылшыншасын жазасыз. Болғаннан кейін осы суреттің көлемін өзгертуге болады. Мен кішкене үлкейтіп алдым. Одан кейін астында Tools батырмасын басу арқылы бағдаршамның суретін қоямын. Сыныпта неше оқушы бар, сонша бағдаршамды көбейтіп өзіңізге аласыз. Үстінде тұрған 3 нүктені басып, дубликат деп бассаңыз, сізге бірнеше бағдаршамды дайындап береді. Одан кейін астындағы текст батырмасын басып, әр бағдаршамның астына оқушының атын жазып шығасыз. Қысқаша осылай жазып шықтым. Жалпы түсін, көлемін ауыстыруға болады. Осылай жазып алғаннан кейін сабаққа пайдалана берсеңіз болады. Яғни бала оқушы сабақты түсінбеген болса, қызылды басады. Орташа түсінген, әлі де сұрағы бар болса, сарыны келіп басады. Сабақты өте жақсы түсінген болса, жасылды басады. Дәл осы кері байланыс түрін жаңағы топқа бөлудің бәрін сақтап қойсаңыз болады. Сақтау үшін осы Ginzy платформасына тіркеліп алуыңыз қажет болады. Тіркелмей де осы әдістердің барлығын пайдалана беруге болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Және бүгінгі видео сізге пайдалы болды деп ойлаймын.